Мен өткен жолы жай ғана мемдер көрсеткем, бұл жолы күлкілі мемдер болады. Мам, ішетін бір нәрсе бер. Фу. Алло, бұл полиция ма? Ақымақ қыз, бұл жерге звондаушы болма. Әйелің қоянды көрсеткен кезде. Енді бұл жігіт ұйықтамайды. Екатеринбург тұрғыны жанып жатқан үйден 3 баланы құтқарғаны үшін оған МЧС қызметкерлері өрт сөндіргіш сыйлыққа берген. Комментарийға біреу жазып қойыпты: сыйлық берген адамға ми сыйлаңдаршы. Баланың өмірін қалай құртуға болады? Баланы бала кезінде футболға беру, баланың атын Эдик деп қою. Сен қалай айтасың? Дене шынықтыру. Қазақстанда палауға арналған ең үлкен қазанды жасаған. Сенің ұсқынсыздығың үшін $200 берсе, сен алатын ба едің? Әрине, мен ұсқынсызбын, ақымақ емеспін. Балаларға арналып жасалынған. Көзі бар қыздар өте әдемі. Комментарийіне біреу жазып қойыпты: келісемін, көзі жоқ болса біртүрлі болатын еді. Сен ұйықтап жатқанда жарықты қосқан кезде. Менің карьерамдағы баспалдақтар басқа жаққа кетіп бара жатты. Ең қауіпсіз әткеншек. Россияның ақылын түсінбейсің. Ұрылмаған, боялмаған көлік сатам. Сатып алушы: көліктің түсі қандай? Кемпірқосақ сияқты. Ауладағы аквапарк. Бұл да Россияда жасалған сияқты. Россияда мықты жасайды. Құдай әлемді жаратса, қалған бәрін қытайлар жасайды. Параллель бір-бірімен қиылысқан кезде. Енді пойыздар қалай өтеді екен? Көзімен ішіп жатыр. $30 тұратын сағат және $300 тұратын сағат екеуі бір уақытты көрсетеді. Осыны іш, немесе сенің досың өледі. Қайсын таңдайсың? Жатқан жерің жайлы болсын, досым. Күні бойы есіңе түсіре жүрген сөзді есіңе түсірген кезде. Конспирация! Суретші өзінің оқушысына айналарды бояп кел деп айтады. Бір сағаттан кейін оқушысы келіп оған айналарды боядым, оның жақтауларына бояйын ба деп сұрапты. Бұл не бәле? Қызым бүгін бірінші рет голубцы пісірді. Егер шынымды айтсам, мен таң қалдым. Комментарийіне біреу жазыпты: наркотик толған шелекке ұқсайды. Өзіңізді әрқашан ақымақпын деп санасаңыз, онда мына бразилиялық қылмыскерді есіңізге түсіріңіз. Ол 5 жыл бойы туннельді қазып, ақырында охранниктердің бөлмесінен шыққан. Күзетшілердің бөлмесінен. Қателесуге болмайды. Жай адамның столы менің столым. Астындағы стол жұмыс істейтін адамның столы, ал үстіндегісі еш нәрсе істемейтін адамның столы. Барлықтарыңа айтқым келетінім, мен мейрам күні ішіп алғаннан кейін көлігімді тұраққа қалдырып кетіп, өзім автобуспен келемін. Енді бұны дұрыс істеген. Мен бұны өте мақтан тұтам, өйткені мен бұрын автобус айдап көрмеген едім. Осындай жылдамдықпен. Достым, суретіңді жіберші. Жарайды. Мен неткен керемет сурет. Тағы да біреуін жіберші. Өте керемет. Бір сурет 2 рет жіберіп қойған. Енді тағы да сұрайым екен сурет. Сен отбасылық мейрамдарда қандай міндет атқарасың? Жастарға тым кәрімін, кәрілерге тым жаспын, жай ғана отырам. Бұл не тағы? Бэтменнің машинасына ұқсайды екен. Африкадағы кинотеатр. Бұл кинотеатр кетіп қалуы мүмкін. Инстаграмда және шын өмірде. Егер көліктер сөйлей алса, мен тезбін, мен мақтымын, мен үнемшілмін, мен өлтіріңдерші, өтініш. Шартыбастың қылығы. Мерседес тамақ салады. Не, мен сияқты қыз көрмедің ба не, Атамыз Мегада мотоцикл айдап отыр.
185% ұқсастық. Тағы да бір жарты бас. Басынан шықпаған. Көкбал русалка капитановна. Африкадағы блатнойлар медаль тағып алыпты. Ғаламтор арқылы танысу. Ат автобусқа мініп бара жатыр. Бұл ұры, 2 адам ұрып отыр. Бұл маньяк, 2 адам ұрып отыр. Бұл Найджуанның өлеңдерін колонкамен тыңдайды. Бәрі жауып кетті. Трансформер адам ойнаған трансформер. Бұл қалаулым бағдарламасы. Қасықтар вилк салынған қорапта. Мектептегі асхана таңғалдырудан жалықпайды. Качалкаға бірінші барған күніңде осындайларды көріп үйіңе қарай қашып кеттің. Сенің әкең сенің бағаларын көрген кезде отырып қалған жоқ. Сенің бағаларың оны уайымдатпай ма? Әрине уайымдатады, бірақ ол тақырбас. Кім түсінді прикол?